Көп адамдар өздерін қалай өзгертеміз деп өздеріне сұрақ қойып, соған жауап таба алмай жатады. А негізі оның жауабы өте оңай. Біріншіден, сіз егерде өзіңіздің дамымай жатқаныңызды көрсеңіз, онда ортаңызды өзгертіңіз. Бұл бірінші. Өйткені сіз осыға дейін жүрдіңіз, ол орта сізді өзгертпеді. Болашақта да ол орта өзгертетіні екіталай. Екіншіден, жақсы, пайдалы әдебиеттер оқыңыздар, кітаптар оқыңыздар. Ерінбеңіз. Өйткені білім ол жарық, нұр. Үшіншіден, пайдалы кеңестер тыңдаңыздар. Құр бекерге TikTok, Instagramда отырып, мән мағынасы жоқ би өлеңді көргенше, осындай біздің Май Қазақ сияқты парақшаны көріп, өзіңіздің рухани білімдеріңізді дамытып, өздеріңізге бір жақсы мотивация аласыздар.